Қазіргі сабақта девичникқа топпер жасап үйренеміз. Ол үшін выброс host дегенді басамыз. А4 таңдаймыз парақшаны. Стрелканы басып редактировать дейміз. Кейін астындағы функциялардан маска формы дегенді таңдап аламыз. Бұл жерде неше түрлі формалар, например, неке жүрек, бірнеше түрлі бриллиант дейді, неше түрлі формалар бар. Осы жерден таңдап аламын мен. Пока істеген жоқпын, топпер, бірақ болашақта ойым бар. Жүректі таңдаймыз. Сосын цвет фона дегенді таңдаймыз. Например, фиолетовый теке. Қорықпаңыздар, мынандай аппақ болып қалды. Так, мына стрелочка тұрған, соны басамыз. Сөзде біздің жүрегіміз фиолетовый болады. Узор фона дейді. Так, түк керек емес ол бізге. Потом прозрачность дегенді көбейтеміз. Көбейтсеңіз болады, азайтсаңыз болады, өзіңізге қалай ұнайды. Маған қанық болған ұнап тұр, кішкене. Өстейік. Енді мына жылжытамыз. Мына жаққа қарай жылжытып, размерін өзгертсеңіз болады. Жалғатсаң, стрелканы басып үлкейтсеңіз, кішірейтсеңіз, созсаңыз болады. Неге? Осында қалдырамын. Бір топперіміз дайын. Галочканы басамыз. Келесі астына топпер, тоже маска формаға кіріп, қандай ұнайды, соны таңдайсыз. Например, маған мынау ұнап тұр, пятиугольник. Стрелканы таңдаймыз. Прозрачность 90-ға қоямыз. Цветін таңдаймыз фиолетовый. Дайын. Шашты қоямыз. Дайын болды. Галочканы басамыз. Енді өзіміздің қалаған текстті. Я невеста дейміз. Енді қалған өзіміздің гүлдеріміз бар жаңағы. Әдемі. Так. Лепарттарымызды қоямыз. Так, гүлдер бар екен, менде қайда кетті екен. Например, мынаны алайық деген. Все на примере ғой. Қойдық. Бұл гүлдің цветін өзгертсек болады. Қазір эффектіға кіреміз. Тон таңдаймыз. Размещение. Кружь. Так. Розовый тандам кетті. Неге? Цвет розовый кетті. Контролировать. Мына екеуі бірдей болу үшін мен поворот жасауым деп тұр. Так. Вроде все.
Мінекей, әдемі болды, иә. Болды. Астына да өстіп не жазасыз? Я подруга невесты. Так, не деп жазсаңыз келеді, соны жазасыз.